Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен аджиканың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл салатты аджика дейді, немесе кобра деп атайды. Толық жасалу жолын видеода түсіндіріп айтамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, алдын ала тазаланған, жуылған қызанақ пен бұрыштарымызды жақсылап құрғатып аламыз судан, және де осылай керек емес жерлерін кесіп алып, сопақша етіп, яғни мясорубкадан өтетіндей етіп, сопақша форма беріп турап аламыз. Барлығын осылай турап дайындап алғаннан кейін ретімен ет тартқыштан өткізетін боламыз. Бұл аджиканың толық құрамын жазбаша түрде видеоның астындағы описание бөлімінен оқи алатын боласыздар. Осылайша ретімен барлығын өткізіп алғаннан кейін қайнататын ыдысымызға, яғни мен үлкен кастрөлге қайнаттым, немесе қазанға барлығын үстіп құйып аламыз. Алдымен қызанақтарымызды тартылған, яғни ет тартқыштан өткен, одан кейін осылай бұрыштарымызды өткіземіз. Ашты бұрышты да бірге өткізіп жібердім. Осындай майда ашты бұрыш қосамыз. Және осылай барлығын өткізіп алғаннан кейін үлкен ыдысымызға бәрін біріктіреміз. Қызанақтарымызды өткізіп болғаннан кейін бұрыштарды өткізіп аламыз. Бұрышқа ашты бұрышты да қосып өткізіп жібереміз. Және ең соңғы кезекте сарымсақты, яғни чеснокты өткізіп аламыз. Алдын ала барлығын дайындап алғаннан кейін кастрөлімізді, яғни қайнататын қазанымызды отқа қоямыз, газға қоямыз немесе, және осылай құйып, бұрқыратып қайнатамыз. Бір көтеріліп қайнағаннан кейін осылай араластырып жібереміз да, үстінен бұрыштарымызды саламыз. Бұрыш ашты бұрышпен бірге салынды менде. Бөлек салсаңыз да болады. Бұрышымызды салғаннан кейін тағы да бір жарты сағат, яғни 30 минут қайнатамыз. Бұрқылдап қайнайды, арасында ұмытпай араластырып тұрамыз. Қазанымыздың түбіне жабысып қалмас үшін арасында осылай ұмытпай араластырып тұрамыз. Және де бір қайнап алғаннан кейін отты орташа отқа қоямыз. Салатымыз жақсылап қайнағанда осылай қоюлана бастайды, және осы кезде ет тартқыштан өткізілген сарымсағымызды саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз да, татымы бойынша, яғни дәміне қарай қант және тұз саламыз. Менде 4 ас қасық қант және 5 ас қасық тұз кетті. Тұзды салғанда өте қатты көп салып жүрмеңіз, өзіңіздің тұзыңыздың аштылығына қарайсыз. Және соңында 350-400 мл сұйық май құйдым. Жақсылап араластырып, тағы да бір 5-10 минут қайнатып аламыз. Біздің салатымыз дайын болған кезде өзі қоюланып белгілі болады. Толық қайнағанын күтеміз, және де тағы да астын басамыз. Осылай қоюлана бастағанда біздің салатымыз дайын бола бастайды. Келесі кезекте банкамыздың қақпақтарын, яғни крышкаларды және банкаларымызды жақсылап стерилизовать етіп, дайын болған салатымызды құямыз. Мен буда стерилизовать еттім, яғни чайнектің үстіне қойып, мантоварка деп буласаңыз да болады. Қалауыңыз бойынша өзіңіз булайсыз, және осылай қысқа сақтайтын болсаңыз, бетін жапқышпен жақсылап жауып, жылы жерге 12 сағатқа орап қалдырамыз. 12 сағаттан кейін ашамыз. Қолдана бересіз. Жеуге қазір қолдансаңыз да болады, немесе қысқа сақтасаңыз да болады. Өте дәмді, балалар қыста қарны ашқанда нанға жағып жегенге таптырмас салат.